Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Гүлім. Бүгін сіздермен Рафаэлла конфетінің рецептісімен бөліскім келеді. Бұл конфет тек қана 4 ингредиенттен тұрады, сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен бізге кукурузные палочки қажет болады. Кеңірек ыдыс алып, соның ішіне үгітіп аламыз. Одан басқа бізге сгущенка, кез келген орех және де кокос шаңқасы қажет болады. Ұсақ етіп үгітіп болғаннан кейін үстіне сгущенка құйып, барлығын араластырамыз. Мен осы орех түрлерін қолданамын. Сіз кез келген өзіңіз ұнататын орех қолдансаңыз болады. Кокос шаңқасын ыдысқа салып дайындап аламыз. Алдымен массамды өлшеп алдым. Менде әрқайсысы 20 граммнан шықты. Осы массаның ортасына орех салып, дөңгелектеп, артынан кокос шаңқасына аунататын боламыз. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Сондай-ақ қоңыраушаны басу арқылы сіздер менің әрбір шыққан рецептімді үзбей көре аласыздар. Видеода көріп отырғандарыңыздай, бұл конфетті жасау өте оңай, әрі тез, небәрі 15 минуттарыңыз ғана кетеді. Сондай-ақ кез келген дастарханның сәнін ашады. Сол үшін де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Астарыңыз дәмді болсын.